Сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осындай керемет, өте дәмді нан салманы көрсеткім келіп тұр. Бұның жасалу жолы да өте ерекше. Міне дайын болған нан салмам. Қамырын бөлек пісіріп әуре болмайсыздар. Өте дәмді, дайындалу жолы да өте ерекше. Барлығына ұнайды деген сенімдемін. Ал кеттік, менімен бірге болыңыздар. Қамырдың осылай әдем болып шығуын қаласаңыз, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бір жұмыртқаға бір ас қасық тұзды салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. 250 грамм су қосамыз. «550 грамм ұн салдым, қаттырақ болу үшін. Міне жақсылап илеп болған қамырымызды 5 минутқа тұндырып, демалдырып қоямыз. Бетін жауып 5 минуттан кейін қайтарып иін қандырып илейміз. Тұздыққа керек заттарды осылай турап алдым. Бәрін бірыңғай қылып, үлкен қылып турайсыздар, осылай ірі қылып. Ет, картошка, сәбіз, пияз, перец, бір помидор турадым. Қазанды осылай қыздырып, үстіне майды құйып, қыздырып аламыз жақсылап. Қызған майымызға етімізді салып, қуырамыз. Ет тұздалмағандықтан үстіне тұз салып қуырып жібереміз. Етіміз қып-қызыл болып қуырылған кезде, өстіп ірі туралған пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Пиязды ірі турасаң, пияздың соғы етке жақсы сіңеді. Ет жұмсақ болады. Сол үшін пиязды ірі турау керек. Міне осылай қуырғасын үстіне картопымызды салып, тағы жалғастырамыз қуыруды. Араластырып жақсылап, картопты де қуырып алған жақсы. Енді қызанақ пен болгар перецімізді қосамыз. Бұлардың да соғы етті жұмсартады. Өте дәмді болады. Міне томат пастасын немесе осындай салатты саласыздар. Мен өзім үйде салатым болғандықтан 1,5 қасық салатымды салдым. Көбіне томат пастасының орнына осындай салатты қолданамын. Міне дәм қосармен паприканы саламын. Салып араластырып, және дәмдеуіштердің жиынтығы салынған қоспаны 1-2 дәміне қарай саламыз осылай. Міне осылай қуырылып болған тұздығымызға су құямыз.
Енді астын жай отқа қойып қоямыз. Тұздығымыз дайын болам дегенше біз қамырды жайып дайындай береміз. Міне қамырымызды осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Енді қатты жұқа да болмасын, қатты қалың да болмасын, орташа қылып жайыңыздар. Сосын үстіне өстіп сармайды ертіп қамырымызға жағып. Міне өстіп майды жұқалап жағып ораймыз. Міне орап болдым. Майды жағып. Енді осыны 1 сантиметрден кесіп шығамыз. 1 сантиметр болу керек. Болмаса 1 саусақтай қылып кесіп, міне жаңағы тұздығымыздың бетіне осылай қамырды теріп шығамыз. Қамырды тігіне қоймайсыздар, осылай жатқызып қоясыздар. Көрдіңіздер ме? Міне майлы болып тұр, сарымай. Өстіп теремізде қазанды салып болған соң қазанды отқа астын қатты қылып жағамыз. Отын күшейтіп жағып, бетін жауып қоямыз. Ашпаймыз. Қамыр өте әдемі болып піседі. Мен сіздерге көрсету үшін аштым. Жалпы бұлай ашпау керек. Міне дайын болды. Қараңыздар, қамыр жабыспаған, өте әдемі болып тұр. Езілмеген. Бөлек су қойып, қамырды қайнатып отырғаннан мынау өте жақсы шығады. Қай қамырды алсаңыз да бәрін ашып, осылай бетіне тұздық құйып қойсаңыз өте керемет. Қамыр өте керемет. Мен осылай барлығын жеке-жеке ашып шықтым, қамырдың барлығын. Үстіне сосын тұздықты қоямын. Міне қандай керемет, езілмеген, өте дәмді қамыр. Тату елдің тамағы тәтті демекші, астарыңыз дәмді болсын. Менің тамақтарым ұнап жатса, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.